Кеш жарық қымбатты бауырластар, үйлеріңізде амандық пен тыныштық болсын. Бүгін мен сіздермен бірге келіспеушілікті қалай шешуге болатыны жайлы сұхбаттасқым келіп отыр. Біздің өмірімізде келіспеушіліктер болып тұрады. Ол ерлі-зайыптылардың, көршілердің, туған-туыстардың арасында, қоғамда болуы мүмкін. Халықтар мен елдердің арасында шиеленіскен жағдайлар пайда болып тұрады. Ал Иса Мәсіхтің ізбасарлары татуластырушылар болу үшін шақырылған. Иса татуластырушылар бақытты, олар Құдайдың рухани балалары деп аталмақ деп тәлім берді. Бұл ең жоғары шақырылу. Келіспеушіліктер Иса Мәсіхтің ізбасарларының арасында да, қауым мүшелерінің арасында да болуы мүмкін. Елші Паулдың Коринтықтарға арналған бірінші хатынан мынадай сөздерді оқимыз. Бауырластарым, сендерге иеміз Иса Мәсіхтің атынан ескертемін. Ауыз бірлікті сақтап, жікке бөлінбеңдер. Қайта бірдей мақсат пен пікірде болып, бірлікте тұрыңдар. Иса Мәсіхтің ізбасарлары татуластырушылар болу үшін шақырылған. Осы жерде бізден ерікті шешім қабылдау талап етіледі. Біз татуластырушы болуды қалаймыз ба, жоқ па? Сондықтан мен сіздерді біз келіспеушіліктерді шешуді үйренудеміз деген тақырып бойынша сұхбатқа шақырамын. Сұхбатымыздың негізіне киелі жазбада өте ерте заманда жазылған тарихи оқиғаны аламыз. Ерте заманда өмір сүрген Құдай халқының өмірінен алынған оқиға. Сол заманда олар заң бойынша өмір сүрді. Қатал ережелер бойынша өмір сүрді. Олар шөл даладағы ұзақ уақытқа созылған саяхаттан кейін Құдайдан мұра ретінде уәделі жерді иемденді. 12 рудың ішінде екеуі Иорданның шығыс жағындағы жерден өз үлестерін алды. Ал қалғандары Иордан өзенінің батыс жағындағы жерлерді иемденді. Израильде енді ғана соғыс аяқталды. Екі ру өз жерлеріне кетеді. Сөйтіп Иорданнан өтуден алдын құрбандық шалатын орынды тұрғызады. Тыңдаңыздар. Аталған рулардың адамдары Қанахан елінде Иорданға жақын орналасқан Гелилот деген жерге келгенде, Иорданның жағасында Құдайға құрбандық ұсынатын өте үлкен үстел салды. Өзге израильдіктерге бұлардың Қанахан елінде, Иорданның батыс жағасындағы Гелилотта құрбандық орнын салғандары туралы хабар жеткенде, соларға қарсы соғыс ашу жайлы Израильдің бүкіл қауымы Шилоға жиналды. Бәрі айтпай-ақ көрініп тұр. Халық Құдайға қарсы күнә жасайды. Олар Құдай тыйым салған нәрсені істейді. Құдай Мұса арқылы, керісінше, Құдай иеге өзінің есімі құрметтелетін жер бетіндегі тұрағы болуға сендердің күллі руларыңның арасынан бір орынды таңдап алатын болады. Оған сыйынып ғибадат етуге сол жерге баруларың қажет. Құдайға арнап өртелетін құрбандықтарың мен сый тартуларыңды сол жерге алып барыңдар деп айтқан болатын. Ал олар басқа жерге үлкен құрбандық шалынатын орын тұрғызады. Сонда біз Израильдің қалған руларының әрекетін көреміз. Өзге израильдіктерге бұлардың Қанахан елінде, Иорданның батыс жағасындағы Гелилотта құрбандық орнын салғандары туралы хабар жеткенде, соларға қарсы соғыс ашу жайлы Израильдің бүкіл қауымы Шилоға жиналды. Алайда соғыс ашудан алдын, олар бұл мәселенің анық-қанығына жету үшін елшілерді жібереді. Және бұл дана шешім болды. Тыңдаңыздар, мен сіздерге оқып беремін. Олар алдымен Ғилахат аймағындағы Рубен, Ғад рулары мен Манасаның жарты руына діни қызметкер Елазар ұлы Пнехесті, және онымен бірге Израильдің әр руынан бір-бірден 10 басшыны қосып, елшілікке жіберді. Бұлардың әрқайсысы Израильдік мыңдардың үстінен тағайындалған әулет басы болатын. Олар Ғилахат еліндегі Рубен, Ғад рулары және Манасаның жарты руына келгенде былай деді. Жаратқан иенің халқының бүкіл қауымы мынаны айтады. Сендердің Израильдің Құдайына қарсы опасыздық жасағандарың қалай? Неге өздерің үшін тағы бір құрбандық ұсынатын орын салып алып, жаратқан иеден безіп, оған қарсы бас көтердіңдер? Бұларың қалай? Пеғор тауының маңында жасалған күнә бізге аз болды ма? Соның кесірінен жаратқан иенің қауымының басына пәле түскенмен, біз өзімізді сол күнәдан әлі де тазартып болған жоқпыз ғой. Ал сендер бүгін жаратқан иеден бас тартып жатырсыңдар.
Егер сендер бүгін жаратқан иеге қарсы бас көтерсеңдер, ол ертең-ақ Израиль халқының бүкіл қауымына қаһарланады. Мұндай жағдайлар сенімдегі бауырлардың, мәсіхшілердің арасында да болады. Израильдіктермен болған осы оқиғада да сондай жағдай болды. Адам жанының қас жауы шайтанның бұған тікелей қатысы бар. Өте ертеде Еден бағында ол алғашқы адамдардың жүрегіне күмән, жалған ақпаратты немесе жалған хабарды себеді. Жылан әйелге сұрақ қойып, Құдай сендерге бақтағы ешбір ағаштың жемісін жемеңдер деп шынымен айтты ма деді. Жоқ, Құдайдың сөзі басқаша болды. Құдай адамға бұйрық беріп, саған бақтағы күллі ағаштардың жемістерін жеуге болады, бірақ жақсылық пен жамандықты танытатын ағаштың жемісін жемейсің, себебі одан жесең сол күні өлесің деді. Иса Мәсіх шайтанды өтірікші, өтіріктің бастауы деп атайды. Тыңдаңыздар. Ол әуел бастан-ақ кісі өлтіруші болып келеді. Ақиқат жағында тұрғанда емес. Өйткені онда ақиқат жоқ. Әзәзіл өтірікті өз болмысына сай айта береді. Себебі ол өтірікші, өтіріктің бастауы. Мен Жохан жазған ізгі хабардың 8-ші тарау 44-ші аятын оқыдым. Бүгінгі күнде де ол адамдардың арасында келіспеушіліктің болғанын қалайды. Қауесеттер мен өсектердің кесірінен өте жиі байыпты түсінбестіктер болып жатады. Ол достарды, туған-туыстары мен бүкіл халықтарды жікке бөледі. Сонымен, егер мүмкін болса, естіген сөзіңізді тексеріп көріңіз. Ақпарат әрқашан дұрыс бола бермейді. Тіпті егер біз оны куәгердің өз аузынан естіп тұрсақ та, ол оқиғаның мән-мәтінін және қатысушылардың шынайы мақсаттарын білмеуі мүмкін. Асығыс қорытынды жасаудан абай болыңыз. Израильдіктердің өз бауырларына қарсы бірден соғыс ашпағаны қандай жақсы болған десеңізші. Соғыс ашудан алдын олар бұл мәселенің анық-қанығына жету үшін елшілерді жібереді. Бұл дана шешім болды. Олар мәселе туралы айтады. Біз де солай істеуіміз керек. Өсектер мен қауесеттердің бәріне сене бермеуіміз қажет. Қайта кездесіп, бетпе-бет сөйлескен жақсы. Мәселенің анық-қанығына жету үшін елшілер келіп, олармен қалай сөйлескеніне назар аудару қажет. Олар кішіпейілділікпен көмектесуге деген ниеттерін білдіріп сөйлейді. Тыңдаңыздар. Егер де иемденген жерлерің арам болса, онда жаратқан иенің меншікті жеріне, оның жер бетіндегі тұрағы, киелі шатыры орналасқан Қанаханға көшіп келіп, арамыздан үлестеріңді алыңдар. Тек Құдайымыз жаратқан иеге арналған құрбандық үстеліне қосып, тағы бір құрбандық үстелін салып алып, жаратқан иеге және бізге қарсы бас көтермеңдер. Зарақтың шөбересі Ахан жаратқан иеге бағышталған заттардан алып опасыздық жасап, соның кесірінен жаратқан ие Израильдің бүкіл қауымына қаһарланған жоқ па еді? Осы үшін өлген Аханның жалғыз өзі ғана емес қой. Сонда олар былай деп жауап берді. Оған бәрі де айқын, Израильде біліп алсын. Егер біз жаратқан иеге қарсы опасыздық жасаған болсақ, онда бізді бүгін еш аямай жазалаңыздар. Егерде жаратқан иеден кері бұрылып, бас тарту ниетімен не шалып өртейтін құрбандықтар мен астық тартуын, не Құдаймен қарым-қатынасымызға ризашылық білдіретін тартулар ұсынатын үстел салып алған болсақ, онда жаратқан иенің өзі бізді сол үшін жауапқа тартсын. Қайта біз осы құрбандық үстелін болашақта сіздердің ұрпақтарыңыз, біздің ұрпақтарымызға сендер кімсіңдер өзі? Сендердің Израильдің Құдайы жаратқан иеге ешқандай қатыстарың жоқ деп айтып жүре ме деген уайымнан жасадық. Сіздердің ұрпақтарыңыз жаратқан ие Иордан өзенін сендер, Рубендіктер мен Ғаттықтардың және біздің арамыздағы шекара етіп бекіткен болатын. Сондықтан сендердің жаратқан иеге еш қатыстарың жоқ деулері мүмкін ғой. Осылайша олар біздің ұрпақтарымызға жаратқан иені терең қастерлеп, оған ғибадат етуге жол бермеулері мүмкін. Сондықтан біз құрбандық үстелін салып алайық дедік. Бірақ ол ешқандай құрбандық шалып, өртеуге арналмаған. Қайта ол біз бен сіздердің және болашақ ұрпақтарымыздың арасындағы айғақ болмақ. Ол біздің жаратқан иенің кездесу шатырының алдына барып, оған арнап құрбандықтар шалып өртеуге және онымен қарым-қатынасымызға ризашылық білдіретін тартуларымыз бен өзге де сый тартуларымызды ұсынып,
оған ғибадат етуге құқығымыздың бар екендігін дәлелдемек. Осылайша болашақ ұрпақтарыңыз біздің ұрпақтарымызға жаратқан иеге еш қатыстарың жоқ деп айта алмайтын болады. Әрі қарай не болды, тыңдаңыздар. Діни қызметкер Пинехес, қауымның жетекшілері және Израильдің мыңбасылары Рубен, Гад рулары мен Манас руының жартысының айтқандарын естігенде риза болды. Діни қызметкер Елазар ұлы Пинехес оларға: жаратқан иенің шынымен де бізге жар екеніне көзіміз жетіп отыр. Себебі сендер оған опасыздық жасап, Израильдіктерді жаратқан иенің қаһарлы сотына душар еткен жоқсыңдар, деді. Содан діни қызметкер Елазар ұлы Пинехес және басшылар Хилахат аймағындағы Рубен мен Гад руларынан Қанахан жеріне қайта оралып, ондағы өзге Израильдіктерге бұлардың жауабын жеткізді. Оны естігенде мұндағы Израильдіктер де риза болып, Құдайды мадақтады. Бұдан кейін оларда Рубендіктер мен Гадтықтардың жеріне барып, ойран салу жайлы сөз қозғалмады. Рубендіктер мен Гадтықтар сол құрбандық үстеліне Айғақ деген ат қойды. Себебі олар бұл жаратқан иенің біздің де Құдайымыз екендігінің айғағы, деді. Бұл оқиға бізге қалай әрекет ету керектігіне үлгі болады. Адамдар қауесеттермен өмір сүреді. Сондықтан қандай да бір қауесеттер мен өсектердің кесірінен жиі түсінбестіктер болып жатады. Израильдіктермен болған осы оқиғада да сондай жағдай болды. Израильдіктердің өз бауырларына қарсы бірден соғыс ашпағаны қандай жақсы болған десеңізші. Біз де солай істеуіміз керек. Өсектер мен қауесеттердің бәріне сене бермеуіміз қажет. Жаратқан ие де бізбен солай істейді. Тыңдаңыздар. Жаратқан ие былай деп шақырады: келіңдер, мәселелеріңді талқылап, шындығына жетейік. Күнәларың алқызыл болса да, рахым етіп, сендерді қардай әппақ қылмақпын. Қылмыстарың қан қызыл болса да, сендерді кешіріп, әппақ жүндей ағартпақпын. Егер маған мойынсынып тілімді алсаңдар, жердің жақсы өнімдерін жейтін боласыңдар. Ол бізді әңгімелесуге шақырады, ол күнәні кешіреді. Құдайда шешім бар. Қауесеттермен өмір сүрмеңіздер. Киелі жазбаны оқу арқылы, осы бағдарламаларды есту арқылы Құдайды жақыннан танып біліңіз. Ол сіздің келіспеушіліктеріңізді шешуге дайын және шешуді қалайды. Сонда біз оның көмегімен келіспеушіліктерді шешуді үйренеміз. Иса Мәсіхтің ізбасарлары татуластырушылар болу үшін шақырылған. Қалай сынауға болады? Барып көру қажет. Телефон шалуға болады, немесе бір өзіңіз бармай, осы оқиға болған жерде тұратын адаммен бару керек. Егер бар болса, қарама-қарсы жақтың пікірін тыңдау керек. Жемістеріне, оқиғаға қатысушылардың әрекетіне қараңыз. Сөйтіп оқиғаның рухани құрамдас бөлігін сезінуге тырысып көріңіз. Қоғам мен жеке тұлғалардың оқиғасындағы ұқсас жағдайларды іздестіруге болады. Егер зерттеу сізді алдағанын түсінуге көмектессе, онда бұл түп дерекке бұдан былай сенбеңіз. Бұған қоса, одан аулақ жүріңіз. Төрешілер істің мән-жайын мұқият тексерсін. Егер айыптаушының бауырына таққан айыбы өтірік болып шықса, онда сол адамның өз бауырына тартқызайын деген жазасын оның өзіне тартқызыңдар. Зұлымдықты араларыңнан осылайша аластатыңдар. Бауырластар, Құдай бізге татуластыру қызметін тапсырды. Біз татуластырушылармыз. Сондықтан арамыздағы келіспеушіліктерді даналықпен шешуді үйренейік. Қымбатты тыңдарман, біз осымен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Егер сіз бүгінгі бағдарламадан өзіңіз үшін пайдалы мағлұмат алған болсаңыз, немесе сізде қандай да сұрақтар туындаған болса, егер сіз өмірдің қайнар көзі болған киелі жазба кітабына ие болуды қаласаңыз, бізге хат жазып жіберіңіз. Сіз Орта Азияда тұратын болсаңыз, біз сізге хабарларымыз жазылған аудио таспа немесе киелі жазба кітабын сыйлық ретінде салып жібереміз. Біздің электрондық поштамызға хабарласуыңызға болады. Біздің электрондық адресіміз mostik7 айқұлақ inbox.ru. Сонымен бірге +7 707 385 83 93 нөміріне хабарлама жіберуіңізге де болады. Сізге осы нөмірде
WhatsApp, Viber, Telegram жүйелері іске қосылғанын хабарлаймыз. Мен қайталаймын. +7 707 385 83 93. Сізден келген әрбір хат немесе хабарлама үшін біз өте қуанышты боламыз. Жаратқан ие сізді және жақындарыңызды қорғап, аман сақтасын. Азатты жаңа берді бостанды, мейірімін білдірген жалғыз Исайым. Мәсіптегі азатты жұбаныш пен тыныштық, өмірдегі берекен жалғыз Исайым. Мерейімді өсірді, жаңа болмыс сыйлады, маған берген шаттығы жан дүниеме сыймады, үмітімді жалғады, нұрлы күнге алдағы сенімімді оятты махаббаты. Үмітімді жалғады, нұрлы күнге алдағы сенімімді оятты махаббаты. Кәсіптегі азатты, рахымдылық құрбанды, өз ісімен көрсеткен жалғыз Исайым. Кәсіптегі азатты, асып тасқан адалды, өз өмірін үлгеткен жалғыз Исайым. Мерейімді өсірді, жаңа болмыс сыйлады, маған берген шаттығы жан дүниеме сыймады, үмітімді жалғады, нұрлы күнге алдағы сенімімді оятты махаббаты. Мерейімді өсірді, жаңа болмыс сыйлады, маған берген шаттығы жан дүниеме сыймады, үмітімді жалғады, нұрлы күнге алдағы сенімімді оятты махаббаты. Үмітімді жалғады, нұрлы күнге алдағы сенімімді оятты махаббаты.